Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен холдингтің бірнеше маңызды жаңалықтарымен бөліскім келеді. Digital Bridge форумында бәйтерек холдингі бірегей жоба, бизнесті қолдаудың кіз бірыңғай порталын ұсынды. Сондай-ақ кеңесші Амалия арқылы қолдану мүмкіндіктерін көрсетті. Виртуалды көмекшінің негізгі функциясы клиенттерге холдингтің компаниялар тобының қажетті өнімдері мен қызметтерін табуға және таңдауға көмектесу. Холдингтің еншілес ұйымдары Digital Bridge'ге де белсенді қатысты. Даму онлайн кіз порталы арқылы мемлекеттік қолдау шараларын қалай цифрландырғанын көрсетті. Бұл өтінімдерді қарау уақытын едәуір қысқартты. Қазақстандық тұрғын үй компаниясы Еуразиялық банкпен бірлесіп өзінің цифрлық өнімін таныстырды. Банк форумның демеушілерінің бірі болды, және форум қатысушыларына жаңа өнім банк мобильді қосымшасында криптоәмиянды толықтыру туралы таныстырды. Көрменің соңғы күні көпір салу, инновациялар үшін мүдделі тараптардың серіктестігіне терең ену тақырыбында панельдік сессия өтті. Оны бәйтерек холдингі басқарма төрағасының орынбасары үшін жүргізді. Қазақстан-Чехия бизнес форумында басқарма төрағасының бірінші орынбасары Нұрболат Айдапкелов Чехиямен ынтымақтастықты таныстырды. Қазақстанның ауыл шаруашылығы чех инвесторларының назарын аударды. Бұл сектор бай жер ресурстарына және пайдалы географиялық орналасуға ие. Біздің еншілес ұйымдарымыз, соның ішінде аграрлық несие корпорациясы мен Қазагроқаржы, кредиттер беру және әртүрлі жобаларды қаржыландыру арқылы ауыл шаруашылығын белсенді қолдайды. Қазақстандық және чехиялық компаниялар арасындағы ынтымақтастық 15 жылдан астам уақыт бойы жалғасып келеді, және бұл ынтымақтастық айтарлықтай нәтиже береді. Біздің әлеуметтік медиа беттеріндегі жаңалықтарды қадағалаңыз. Назар аударғандарыңыз үшін рахмет, және кездескенге дейін күн жақсы.